Жақында бұл америкалық әйел доктор бүкіл интернет желісінде танымал болды. Ол Трамп жаңадан ұсынған қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Кейси Менс. Бір сұхбатында ол негізгі медициналық орта айтудан қашатын көптеген ащы шындықтарды жайып салды. Ол заманауи медицина мен тамақтану жүйесінің өмір сүру мәселелерін тікелей ашып көрсетті. Мұны тыңдағанда бойыңды түршігу билеп, сонымен бірге ерекше әсер аласың. Ол созылмалы ауруларды түбегейлі емдейтін ешқандай дәрі жоқ екенін ашық айтты. Денсаулықты ешқандай дәрі-дәрмекпен жоқ жерден жасап шығару мүмкін емес. Нағыз денсаулық біздің күнделікті 3 мезгіл тамағымызбен әдеттерімізде жасалған. Ең бастысы, ол мынадай бір ой қосты. Көптеген дәрігерлер медициналық оқу орнын бітіргенімен ешқашан жүйелі түрде тамақтану мен өмір салты арқылы адамдарға бағыт беруді үйренбеген. Соның салдарынан бүкіл жүйе дәрі жазу, дозаны арттыру және дәріні ауыстыру шеңберіне қамалды. Бұл сөздердің маңызы өте зор. Денсаулық дәрі-дәрмекті үйіп ішумен келмейді. Ол күн сайынғы жақсы әдеттердің арқасында қалыптасады. Енді 1996 жылдың күзіне оралайық. 37 жастағы Гарвард дәрігері Уильям өмірдің қия жиегінде тұрды. Қан тамырларын зерттеу саласының жетекші ғалымы ретінде. Ол өз жүрегінің ангиографиялық зерттеу қорытындысын өз қолымен алды. 3 негізгі артерияның 60% бітеліп қалған екен. Сандарды көргенде, оның қол-аяғы мұздап кетті. Себебі бұл сандардың артында әулеттің қасіреті жатыр. 43 жастағы Хен Хо, әкесі 39 жасында ота үстелінде жан тапсырды. Емдеуші дәрігер оған сыбырлап айтты. Осы қарқынмен сен 40 жасқа дейін жете алмауың мүмкін. Ішінде де, сыртында да зертхана шамдары таң атқанша жанып тұрды. Уильям әйнектен өзінің бозарған бейнесіне қарады. Оның санасын 7 жасар қызының күлімдеген бейнесі кернеп алды. Ол кенеттен селт етіп оянды. Егер ол тек үйреншікті әдіспен дәрі ішуді жалғастыра берсе, өзінің де әулетінің ескі соқпағын қайталауы әбден мүмкін еді. Біраз қиындықты бастан өткерген соң, ол түбегейлі шешім қабылдады. Бүкіл үмітін тек дәрі-дәрмекке артпай, денсаулық үшін күресті өз дастарханына көшірді. Мұнда мына маңызды жайтқа ерекше назар аудару қажет. Бұл ешқандай жағдайда дәрі қабылдауды өз бетіңізше тоқтату деген сөз емес. Керісінше, ғылыми негізделген өмір салтын ұстануды, созылмалы ауруларды бақылаудың неғұрлым іргелі әдісі ретінде қарастыру қажет. Ол бір болжамды тексеріп көрмек болды. Адам ағзасы табиғи тамақтану арқылы өзін-өзі қалпына келтіруді қайта іске қоса ала ма? Осы сұраққа жауап іздеу үшін ол 3000-нан астам зерттеу жүргізген болуы мүмкін. Зертхананың қатаң логикасын ас үйге біртіндеп енгізді. Зерттеулер көрсеткендей, көк шайдың құрамындағы заттар қан тамырларын сақтауға көмектесуі мүмкін. Жидектерде мол кездесетін полифенолдар микроциркуляцияға арналған табиғи антиоксиданттар болып табылады. Мәселен, қызыл қырыққабат сияқты, брокколи сияқты шашыгүлділер тұқымдасына жататын көкөністер қабынуға қарсы және қан тамырларын сауықтыру диеталарында жиі пайдаланылады. Піскен қызанақтардағы ликопиннің ағзаны тазартудағы жанама әсерлері көптеген зерттеулерде талқылануда. Тіпті құрамында какао мөлшері жоғары, қара шоколадтың өзі қан айналымын жақсартуға қатысты жиі айтылады. 8 аптадан кейін таңғаларлық көрініс пайда болды. Тәжірибелік жануардың бітелген қан тамырының жанынан күтпеген жерден жаңа қан тамырлары желісі пайда болды. Сол сәтте микроскопқа үңіліп, таңданыспен былай деп сұрады: сіз қандай жаңа дәрі қолдандыңыз? Уильям жай ғана жымиып, тағам сақтайтын контейнерді ашты. Оның ішінде ешқандай дәрі болмады. Тек брокколи, бұршақ, жидектер мен қызанақтар ғана болды. Олардың барлығын қарапайым базардан сатып алуға болады. 40 жасқа толған туған күнінде Уильям тексеру үстеліне қайта жатты. Сол кездегі дәрігер процедураны өзі жүргізді. Нәтижелер шыққаннан кейін бүкіл тексеру тыныш өтті. Оның қан тамырларының бітелуі 60%-дан 35%-ға дейін төмендеді. Барлығы бір ақиқатты ұғынды. Өмір салтын рецепт ретінде қарастырғанда, дініңіз сізге шынымен де күтпеген сый жасауы мүмкін. Бірақ нағыз сынақ алда. 2004 жылы ол қордың негізін қалаған кезде кейбіреулер оның бетіне күлген болатын. Сіз науқастардың тағдырын көкөніс жеу арқылы өзгерткіңіз келеді. Бұл ертеге емес, медицина. Бірақ шындық бұған қайта-қайта жауап беруде. Зерттеулер мен тәжірибелер саны барған сайын артып келеді. Тамақтануды реттеу мәселесі күн тәртібіне шыға бастады. Біз сияқты қарапайым халықта мұны барған сайын тереңірек түсінудеміз. Созылмалы аурулар бір күнде пайда болмайды. Олар әрбір ішіп жеген асымызбен бірге жиналады. Сонда олда күніне 3 мезгіл тамақтану арқылы денсаулығын біртіндеп қалпына келтіре алама. Бұл созылмалы ауруларға жол берме атты кітаптың негізгі логикасы. Уильямның бір сөзі ерекше есімде қалды. Гендер тек мылтықты оқтайды, ал шүріппені басатын сіздің күнделікті тамақтануыңыз. Тағы бір сөз жанға одан да қатты батады.
Созылмалы аурулармен күресудің ең тиімді құралы дәріханада немесе сөрелерде емес, ол сіздің үйіңіздегі ас табағыңызда. Сондықтан бүгін қандай да бір тізімдерді сақтауға асықпаңыз. Бар болғаны бір қарапайым іс жасап көріңіз. Үйіңіздегі тоңазытқышты ашып, ішіне қараңыз. Оның ішінде қаншасы нағыз табиғи тағам екенін, ал қаншасы қант пен майы көп өңделген өнімдер екенін байқаңыз. Сіз мұны бірден түсінесіз. Созылмалы аурулар үшін ең қорқыныштысы сіздің жұмсаған ақшаңыз емес. Керісінше бұл сіздің әдеттеріңізді өзгертуге деген дайындығыңыз. Егер сіз осы ғылыми тамақтану логикасын бүкіл отбасының күнделікті 3 мезгіл тамағына шынымен енгізу үшін, мен сізге созылмалы аурулар сізді таппасын атты кітапты үйге алып кетуге кеңес беремін. Оны тек денсаулық сақтау туралы кітап деп қана қабылдамаңыз. Оны отбасыңыздың ас мәзіріне арналған денсаулық нұсқаулығы ретінде қарастырыңыз. Азық-түлікке жұмсалатын қаражатты мұқият бөліңіз. Тамақ әзірлемес бұрын оған көз салыңыз. Денсаулықты нақты орындалатын іс-қимылға айналдырыңыз. Ол жай ғана бос сөз болып қалмасын. Денсаулықта кінәрат пайда болғанын күтіп, содан кейін емханада кезекке тұрғанша, одан да дәл қазірден бастап тізгінді өз қолыңызға алғаныңыз жөн. Мұның бәрін күнделікті ас мәзіріңізден бастаңыз. Осы кітаптың бетін ашудан «Созылмалы аурулар сізді таппасын» атты